Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Менің асханама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қамырдың 3 түрін көрсетемін. Бешбармаққа арналған. Бірінші түрі сорпамен, екінші түрі морковпен, үшінші түрі қара сумен. Біз ендеше бірінші сорпамен бастаймыз. Менің каналымнан алыстамаңыздар, соңына дейін менімен бірге болыңыздар, көріңіздер және де үйреніп жүріңіздер. Ендеше сорпамызға бірінші шай қасықпен 1 қасық тұз саламыз. Менің каналыма тіркелуді, лайк басуды, жақсы комментарияларыңыз қалдыруды ұмытпаңыздар. 1 жұмыртқа саламыз. Менің сілтемемді достарыңызға таратуды да ұмытпаңыздар. 1 жұмыртқамыз салдық. Енді осы үшеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Тұзын еземіз, жұмыртқасын сорпаға сіңдіреміз. Егер де менің осы бешбармақтың қамырлары ұнап жатса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Енді осының үстіне ұн саламыз. Міне мен ұнын салдым. Жақсылап тұрып илейміз. Әдемілеп илеп аламын. Бір жұмыртқа салып, тұзын салып, сорпаға иленген қамыр өте жақсы иленеді және де жабыспайды. Мінекей мен қамырым дайын болып қалды. Бұл бізде бірінші қамыр сорпамен иленіп жатқан. Міне, менің қамырым дайын болды. Сорпа қамырымыз. Мына бізде екінші қамыр. Бұл бізде сумен, қара су, ішіне жұмыртқа саламыз. Бұны сорпа құйыпты, ішіне жұмыртқа салыпты, үстіне морков салып, араластырып илеуге болады. Бірақ мен бұл жол сумен көрсетемін. Су құйдым. 200 грамдай. Ішіне шай қасықпен 1 қасық тұз салдым, 1 жұмыртқа салдым. Үшеуін жақсылап тұрып араластырдым. Ол араласып тұрған уақытта морковымды тверкіден өткізіп алдым. Тверкінің кішкентай жағымен өткізесіздер. Осындай қылып өткізіп аласыздар. Мен 1 морков өткіздім, себебі мен қамырым кішкентай болғандықтан. Егер де сіздерде адам саны көп болып жатса, 2-3 морков өткізсеңіздер болады. Мен болдым. Енді осы морковымызды мына жаңағы қамырымыздың суына саламыз. Бәрін араластырамыз. Осының үстіне ұн саламыз енді. Осының барлығын ұн салып илейміз. Бұдан бір қамыр шығарамыз. Менің арнама тіркелуді, лайк басуды және де мені қолдауды ұмытпаңыздар. Егер де ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Мінекей, мен тестім дайын болды, морков. Морков қамырымыз дайын. Енді осы қамырымыз жаңағы сорпа қамырымыздың қасына тондырып қоямыз. Мынау үшінші қамырымыз.
Мен сол бір ыдысқа істей беремін, себебі бәрі сол бір қамыр, бір су, бір тұз болғасын. Ешқандай зияны жоқ. Қара суға тек тұз салып, ұн салып илеймін. Басқа ештеме салмайым бұған. Мінекей, менікі иленіп, бір тест шықты. Таза қамыр шықты. Менде міне 3 қамыр дайын болды. Біреу сорпамен, біреу морковпен, біреу қара сумен. Енді осы 3 тестімді жақсылап тұрып әдемілеп жаямын. Соны бір-бірлеп көрсететін боламын. Сорпа қамырым бірінші. Бұл сорпа қамырым бірінші болып иленгендіктен, екі қамырым иленгенше 15-15 минуттан бұл қамырым 30 минуттай тұнып тұрды. Неке жайып болдым. Дым жабыспайды, әдемі болып жайылды менікі. Енді осыларды әдемілеп кесіп, сорпа қамырымды бір шетке қартай жинап қоямын. Бір-бірінің үстіне қойсаң да бәрі жабыспайды. Бұлар жақсы иленген. Бойында жұмыртқа болғандықтан. Бұндай лапшаларды қарапайым кәшіге де, самсаға да дайындауға жақсы. Міне екінші қамырымды жақсылап тұрып жайып, бұны да кесіп, бұл екі қамырымды иліп болғанша, жазып болғанша, бұл да 20 минут тұндырылып тұрды. Менің арнама тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Неке, үшінші қамырым. Екі қамырым дайын болды. Үшінші қамырымды жаймаймын, себебі екі қамырымды қандай екен көрсеттім. Міне өте әдемі болып шықты. Жасап көріңіздер. Мені қолдап жүріңіздер, тіркеліп қойыңыздар. Егер ұнап жатса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Рахмет көргендеріңізге.